Men dostlarımмен maqtanam, oynayman kuylab şadtanan. Dost degen senderdey bolsun, hech qachon do'stin satmagan. Dostlarım saladoy, ko'nglim maladoy, bas qo'samiz shinalib kunde duman to'y. Ko'terer o'yingda, shiyinmen to'yingda, dostlarimmen maqtanam, ko'terib bo'yimda. Жанымнан herkes табылар, көп көрмей қалса сағынар. Дос болған сендей достармен, мына басымның бағы бар. Достарым саладой, көңілім маладой, бас қосамыз жиналып күнде думан той. Көтерер ойынды, жиынмен тойынды, достарыммен мақтанам, көтеріп бойымды. Herkes tamaşa, oynaymiz күліп балаша. Көрсе тамсанып қарайды, ел жұрттар бізге қараса. Достарым саладой, көңілім маладой, бас қосамыз жиналып күнде думан той. Көтерер ойынды, жиынмен тойыңды, достарыммен мақтанам, көтеріп бойымды. Dostlarım saladoy, көңілім маладой, бас қосамыз жиналып күнде думан той. Көтерер ойынды, жиынмен тойыңды, достарыммен мақтанам, көтеріп бойымды. Men dostlarımмен maqtanam, oynayman kuylab şadtanan. Dost degen senderdey bolsun, hech qachon do'stin satmagan. Dostlarım saladoy, ko'nglim maladoy, bas qosamiz shinalib kunde duman to'y. Ko'terer o'yingda, jiyinmen to'yingda, dostlarimmen maqtanam, ko'terib bo'yimda. Жанымнан herkes табылар. Жарлары топты жар, жалын доттылар, дөбереле той басталды. Көпке мақтанып, қуаныш аттанып, лақтырып үркіңді аспанға. Көптен көткесін, көңілі көкте шын, таңдайы қақтырған. Пай-пай дәл осындай, қазақта той бітпесін. Пай-пай дәл осындай,
Поймутывайте, запоставилась музыка, свет, ошемет. Красавица, бugün geçtireceğimiz ikisi. Маңдай қошеметке мынандай рахмет. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар, құрметті ата-аналар, бүгінгі Алаштың көсемі Әлихан атындағы мектептің бүгінгі түлектерінің мектеп бітіру кешіне қош келдіңіздер. Ай тамаша, осындай көңіл күймен бүгінгі оқушыларымызды, балаларымызды ортаға шақырайын. Бірінші А сыныбын ортаға шақырайын. Қол-соң қошемет көрсетіп отырыңыздар. Қошемет аямай. А сыныбы ұстазымен. Алдына әдеби есебі жасауыңыздар. Енді келесі әсілін ортаға шақырайық, және ұстазымен ортаға. Қошеметте отырайық, тұрған қамыл болыңыздар. Сынама. Ал бір әдеби естелік. Ағаша, сынама. Ал енді қошеметпен басылымын ортаға шақырайық. Қошемет аймастар ұстазымен. Стас как Джеки Чан. Что я крутой агашка, ми. Все знаю, Давайте вместе рассказать. Рахмет, қол-соқ қошеметпен тазалығына жаясына түлектерді. Ал келіңіздер, құрметті ата-аналар, түлектер, дастарханға жайғасып алайық, әдемі кешімізді әдемілеп бастайық. Ал енді алмай қалаған суларыңыздан дәмдеріңізден алып отырыңыздар.
енді құрметті ата-аналар, құрметті біздің түлектеріміз. Мына енді бүгінгі ерекше күндеріңіз тағы да құтты болсын. Ойлаған армандарыңызға, мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспіз. Бір осы Қазақстанымыздың елеулі азаматы, азаматшасы болыңыздар. Тек сіздерге сәттілік, серік болсын дейміз. Бүгінгі А сыныбы бар ма? А сыныбы. А сыныбы. Естімей, қатыстар ма? Осындай болсын дейді. Ә сыныбы. Құрметті ата-аналар, бүгінгі мереке құтты болсын. Сіздер дәмден алып отырыңыздар. Енді ұстаздық еткен жағытпас, үйретуге балаға дейді ғой. Енді сол талай жыл еңбек етіп, осы балаларға білім берген біздің енді осындағы сынып жетекшілер отыр. Сол кісілер бастап берсе, әрине рұқсат па? Бірінші осы сыныптың ұстаздарын ортаға алдырай. А сыныбының ұстазы. Қол соғыңыздар. А сыныбы бар ма? Ә сыныбы. Кеш бүгінгі мереке құтты болсын. Ал енді өздеріңіздің осындағы оқушыларыңызға және де ұстаздар осында отырған біздің ата-аналарға деген әдемі тілек өздеріңізден болсын. Қайырлы кеш, құрметті ата-аналар, ұстаздар және түлектер. Бүгінгі мынау керемет кеште барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Осы кешіміз көңілді өтуі әрине ол сіздермен, осы біздерге байланысты. Сондықтан көңілдеріңді көтеріп отырыңдар, 11 сыныптың түлектері. Енді ең бастысы сіздерге ақ жол тілеймін. Мынау мектепті бітіріп, бүгін міне куәлікті алып, үлкен жолға түсіп жатсыңдар. Осы жолда қанаттарың талмасын, биіктен көріне беріңдер. Алар асуларың көп болсын. Сендермен біз мақтанамыз. Енді құрметті ата-аналар, осындай үлкен дүние жасап, осындай құрмет көрсетіп жатқандарыңызға сіздерге біріншіден алғыс білдіреміз. Екіншіден осы балаларыңыздың қызықтарын қызықтай беріңіздер. Өздерінің армандаған, алдына қойған армандары жай ғана арман болмай, ол мақсатқа айналып, үлкен биіктерден шықсын балаларыңыз. Солардың қызықтарын бірге қызықтап жүре берейік. Ал қайырлы күн, ата-аналар, бұл жердегі біздің бүгінгі үлкен өмірге қадам басқалы отырған бүлдіршіндер. Сендерге ең бірінші осы үлкен көп рахмет ата-аналарыңа және ұстаздарыңа, оны бағанадан өздеріңе жеткізіп жатсыңдар. Осы өмірге басқан қадамдарың ақ болсын. Әрбір өмірдің сынағына сүрінбей өтіп, тек қана өздерің армандаған армандарыңа, мақсаттарыңа жетіңдер демекпін. Осы ата-аналарымның еңбегін ақтап, ары қарай тек жақсы Қазақстанның бір белгілі азаматы, азаматшасы болатындарына біз сенімдіміз. Сондықтан сол белестің бәрін бағындырып, сондай үлкен азамат, азаматша ретінде көруге Алла нәсіп етсін. Ата-аналар, сіздерге де көп рахмет. Осы балапандардың қызықтарын қызықтай беріңіздер. Осы қызықтауға сіздерге үлкен денсаулық берсін. Осы қызықта тек қызыққа жинала беріңіздер. Шабалақ қайда? Қайырлы кеш, құрметті ата-аналар, түлектер. Сіздерге мына өмірде тілейтінім тек қана ақ жол, қандай жағдай болмасын, жақсы адам болып қалуларыңа тілектеспін. Өмірде сүрінбейтін тияқ жоқ деп, қандай қателік болса да, содан сабақ алып, әрі қарай, алға қарай ұмтылуларың
тілектеспін. Тырыспа енді өмір тек қана бір қалыпты неден тұрмайды ғой, иә? Ол жерде қателік те болады, әрбір қателіктен сабақ ала білу, және соны не істей білу енді. Жеңе білу бұл өздеріңнің ерік жігерлеріне байланысты. Яғни ата-аналарыңызды қуантып, сіздердің жетістіктеріңізді бізде мына жақтан естіп қуанып, жатайық тек қана сәттілік сендерге. Барлықтарыңызға осы қуаныштарыңыз құтты болсын деп келеді. Ай, тамаша. Ұстаздарға бір қатырақ қол соғайық, қошемет бола ма? Ал бір әдемі естелік жасап алыңыздар. Бүгінгі ұстаздарымыз, сынып жетекшілері. Рахмет сіздерге, жұмыстарыңызға. Ал енді алдағы дәмдеріңізден, қалаған суларыңыздан алып отырыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге осы арқаның аяулысы Әлішер Жезтаңбайымыз көмей. Қазіргі осы әлеуметтік желіде, TikTok желісінде армияға бардым деген әнмен осы Қарағандының төрінде танылған Адай деген серуылдарыңыздан бір жақсы әдемі ән болсын, әннің аясында дәмден алып отырыңыздар. Бүгінгі әдемі кешіміз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге. Орнына келіңіздер. Şunlar
енді көңіл көтеруге келдік қой. Мені шақырғаннан кейін осы жастарды ойнап, бүгін билеп, бүгін көңіл көтерсін, бүгін жастар демалсын деді. Дұрыс па? Бүгін енді ойнайық, күлейік, бүгінгі түлектердің мерекесі құтты болсын деп, қос қолды бір қаттырақ соғып қойыңыздар. Ал енді ыстық асымыз келгенше бір сіздерге сұрақ қойылады. Енді сіздер білесіздер ғой, енді тестті тапсырдыңыздар, сонда әртүрлі сұрақ келді ғой, психолог сұрақтар қояды ғой, сондай сұрақ қойылады. Кім дұрыс табады, ортаға шығады, келеді сыйлық алады, кетеді. Келістік пе? Сіздерді атсалысып отырыңыздар. Бірінші сұрақ тыңдап отырыңыздар. Сұрақ, мұқият болыңыз. Адам баласының ең соңғы тісі қандай? Адам баласының ең соңғы тісі қандай? Ау, ақылдыз, дұрыс емес. Дұрыс, қолсын қойықшы, протест, келемді. Дұрыс қой, адамның ең соңғы тұсы қандай? Протез. Дұрыс, көкісіне протез екен. Бір қолсын қойыңыз. Келесі сұрақ тыңдайық. Сұрақ, қайсы доктор өзінің пациентіне үйленбейді? Қандай дәрігер өзінің пациентіне үйленбейді? Ау! Дұрыс, бір қолсы мал дәрігері, келіңіз одан, үйленбейді. Қайда? Қандай дәрігер? Мал дәрігері. Дұрыс, мал дәрігері. Рахмет, әдемі сыйлық сізге. Ал енді кешімізді әрмен қарай жалғастырайық. Енді ыстық асымызда дайын деген хабар алып жатырық. Енді рұқсат етсеңіздер, ыстық асты арнайы сіздер үшін осы Ақ-дастарханның төріне алдырайық. Сіздер үшін ыстық асымызды ортаға алдырайық. Астарыңыздар болсын. Мына қазақтың үлкен асы, қазақтың ұлттық тағамы ет келіп жатыр ағайын. Астарыңыз дәмді болсын, астан алып отырайық. Ал енді ыстық астан алып отырайық. Кешімізді қазір әрмен қарай жалғастырамыз. Астан дәмден маңымыздан арнайы сіздердің құрметтеріңізге жайылған дастархан.
әдемі кешіміз түлектердің бүгінгі мерекесі құтты болсын. Енді мен де осы мектеп бітірген кезде мен енді осы ауылдан бітіріп шықтық қой. Енді үлкендеріміз ауыл әркімнің ақ туған жері бар шығар дейді. Мен сол мектеп бітірген кезде мен ұнататын көршіміз қалалық болды десем деп ән шығарғам. Сол әнімді осы кеште орындап берейін, сіздер дәмін алып отырыңыздар. Мен ұнататын көршіміз А сыныбы, Ә сыныбы, Б сыныбының осында ата-аналары бар, араларынан бір ата-анадан шығып тілек айтса. Ата-аналардан, өздеріңіздің араларыңыздан суырылып, мен тілек айтам деген осы ата-аналар, әкелер, аналар болса, ортаға мархабат. Келіңіздер, ата-аналар, бір әдемі осы түлектерге деген әдемі тілек болсын. А сыныбы, ата-аналары, келіңіздер ортаға. Мына ағалар. Sarfay durana güllere, şürremde жатыр сені, табарымды қайдан білмедім. Ал енді құрметті осында отырған ата-аналар, құрметті түлектер, енді осы ата-аналарымыздың тамаша ақ тілегін тыңдайық. Ал енді арып ішінде бір бидай деп онда. Ал қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті міне керемет жиынға, керемет бір сәтке жиналған ата-аналар, ұстаздар және біздің жас түлектер. Бүгінгі сендердің маңызды күндерің, аттестат алу күндерімен шын жүректен құттықтаймын. Алдарындағы ұбт сынақтарынан аман есен сүрінбей, өздеріңнің бұйырған балдарыңды алуға Алла нәсіп етсін. Әрқашанда жолдарың ашық болсын, дендерің сау болсын. Бүгін сендер үшін өте ерекше күн. Өйткені бақытқа толы күн. Осындай ата-аналарыңның арқасында бүгін
әдемі, көңілді болып отырсындар. Алла сендерге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Алдарына қойған арман мақсаттарына Алла сүріндіртпей жеткізсін. Әрқашанда ата-аналарың жандарында болған кезде сендер бақыттысыңдар. Енді алдарында өмір жолы басталып жатыр. Сол қадамдарыңа Алла нұр жауғызып, әр басқан қадамдарың сәтті болып, әр басқан қадамдарың ақылмен, оймен, сәтімен, парасатымен болсын. Құрметті ата-аналар, оның ішінде өзімнің ата-аналарыма тоқталғым келеді. Құрметті менің 11-ші А сынып ата-аналары, сіздерге үлкен рахмет айтамын. Осы тойдың арқасы сіздер. Егер сіздер жанымызда болмасаңыздар, бізге жалау, жебеу болмасаңыздар, бұндай кештің болмауы екіталай. Сіздерге сәттілік тілеймін. Балапандарыңыздың әрқашанда жолы ақ болсын, қадамы құтты болсын. Бүгінгі кешімізді өте көңілді өткізейік, өйткені бізге қарап балаларымызда бой түзейді. Енді бар жақсылық тілеймін. Сіздерге көп рахмет, балаларымызға сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум, ата-аналар, құрметті балалар. Енді адамның бір қызығы бала деген дейді ғой. Сол баламыздың үлкен болып өскенін көріп, 11 бітіргенін көріп, қуанып ата-аналар бас қосып отырмыз. Бәріңізге балаларыңыздың жақсы өтіп, жақсы оқуға түсуге Алла нәсіп етсін. Ал енді құрметті балалар, мен өзім Сағат қыз Айтолқынның әкесі боламын. Құрметті балалар, жаңағы Әлпеш мұғалім жақсы айтып өтті. Өмірдің жолы бірыңғай түзу жол бара бермейді. Оның бұралаңы бар, оңы бар, солы бар дейді. Өмірдің қиыны бар, оңайы бар. Сол қиындарға сынып кетпей міне. Ақылмен, парасатпен сол өмірдің ұзақ жолын аттанып барасыңдар. Сәттілік тілеймін. Енді мынау алдағы ұлтыларынан жақсы балалық, ол жақсы бір мамандық иесі болуларыңа Алла нәсіп етсін. Ақ жол тілеймін. Бәріміздің осы қызық қуанышымыз Алла тағала ұзағынан сүйіндірсін. Балаларымыздың тек қана жақсылығын, осылардың қуанышын көруге Алла нәсіп етсін. Бәрлеріңізге отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Осы бала-шағаның қызық қуанышын бөліп жарысып жүре беруге Алла нәсіп етсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ата-аналар, ұстаздар, түлектер, бүгін қуаныштарыңыз құтты болсын. Үлкен өмірге дейін қадам басып жатсыңдар. Жолдарың тек қана ақ болсын. Алдыға қойған жаңағы ұбт-дан жақсы бала алуға Алла нәсіп етсін. Ертең Әлихан Бөкейханов мектебінен шыққан түлектер, бәленше профессор, бәленше доктор, бәлен жердің президенті деген үлкен атаққа ие болыңдар. Енді бағана университетінде апаларыңыз, ағаларыңыз бар, батасын беріп жатыр ғой. Бәрі бір профессорлар. Олар да осы сіздер сияқты кезінде түлеп ұшқан түлектер, солардың жолы берсін. Тек қана жаңа ағамыз айтып отыр ғой, неше түрлі қиындықтар болады, соның бәрін жеңіп шығыңдар деп. Біз соған тілектеспіз. Біз сіздердің шаш-балағыңызды көтеріп отырамыз әрқашан. Тек қана алға. Ақ жол сіздерге. Рахмет, осы айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Елдің азаматы, елдің азаматшасы болып өссін. Ал енді рахмет сіздерге. Бір қол соғып қойыңыздар, қошемет. Отырсаңыздар болды. Осы бірдей кестік па? Экран. Дайсыздар ғой. Арнайы сіздер үшін бірдей жасап отырсаңыздар болды. Кеттік. Бірінші бірдей. Опан Gangnam Style.
Ал енді мына жаққа көрейік ата-аналар. Сіздерге де экранға шығар. Сіздер де атсалысып отырыңыздар. Әдемі осында сыйлықтарды табыстайтын боламыз. Ал кеттік. Бірдей қайталап отырыңыздар болды. Шиколик, коко, шиколик. Исламдарды сендерімізді әрі шиколик. Шиколик, қызғанымды сені менен ұшақ күлер. Шиколик, коко, шиколик. Исламдарды сендерімізді әрі шиколик. Шиколик, шиколик. Қызғанымды сені менен ұшақ Тамаша. Өзіңізге бір қолды қойыңыздаршы. Міне, жастар көрдіңдер ғой. Мына кісілер қалай істеп жатыр. Енді осы кісілерден асып түсуіміз керек қой, енді ұят қой. Ал енді жалғастырайық, тағы бір көрейік. Ал сіздер ата-аналар, ұстаздар, жібер! Ой, тамаша! Бір қол соғып қойыңыз қошемет. Келіңізші. Мына кісіге сыйлық берейінші. Бір қол соғып қойыңыздаршы, қошемет бола ма? Adı şakradı bitti, kıştı şakradı bitti, kıştı şakradı. Міне кейіңіз. Бүгінгі әдемі кештен әдемі сыйлық. Ал, жастар, сыйлық береміз, ал, кеттік. Бәріміз атсалыс болдырайық. Бүгінгі күн есте қалатын күн болсын. Жібер! Ай, тамаша! Міне келе жатыр. Ал, келіп қатын. Bir kol soğuk koyuş. Rahmet. Ayıbı olsa Dasarxanda. Bir kol soğuk koyuş. Есіміңіз? Аяулым. Сіз қай сынып? А? Б? Сіз? Мадина. Қай сынып? А? Сіз? Қай сынып? Ә? Енді бізде Б қайда? Бұдан тағы біреу бар ма? Ұлдар бар ма бір? Мақта. Шақырайықшы ұлдардан. Ал, кел, билеп шығар. Тоқтар.
билеп шығамыз. Ал, қошемет барма, көтер, жібер, билеп. Рахмет, есімің? Сәулеттің бейі бөлек екен, ә? Әдемі билеп шықты. Тағы жылдардан шақырайық. Енді қай сыныптан шақырайық? Ал, ең мықты биші бар ма билеп шығады? Құдай-ау, сен жүрісіңнің өзінде іштің ғой, ортаға кел, шақырамыз ордаға билеп шығасың, соның бәрі әдемі кеш. Рахмет. Қалай келсің? Көңілге қалай, настроение бар ма өзі? Қалай, жақсы ма? Тағы ұлдардан кім бар? Тағы бір ұл шақырайық. Өз еркіме шығам дейтін, өз еркіме. Билеп. Кім бар? Келіңіздер. Бір билеп ордаға. Кет, жібер. Тасып жердің бойына батыр. Қол соғып, қошеметпен мына жаққа дейін билеп барасыздар. Кім жақсы билейді, соған сыйлық береміз. Келістік па? Мына жаққа дейін билеп барасыздар. Кет, жібер маэстро. Қошемет. Әдемі билейді. Енді экранға қазір әріп шығады. Бір әріп шығады. Сендер енді соған бір шумақ ән айтасыңдар. Келістік пе? Сол әріпке бір куплет ғана айтасыңдар. Кім айналмайды, соны отырғызамыз. Жақсы, бас жүлде барыңыз. Келістік қой. Бірінші әріп экранға қараңыздар. Адан басталады. Бір. Anasını çok güzel. Bak, kusur. Al. Ben. Yeka. Sübhanallah. Halka komitesi koy. Al, kelesi sap. Көмектеспейміз, сап. Сәулем, сәулем, сәулем. Бар, тамаша. Сүйгенім, арманым орындалды. Бар, көресің. Бар ма? Айтпаймыз. Бір. Аңның мамамын дейді. Сап. Бір. Жоқ, айтылды. Айтылмады. Бар ма? Бар ма? Бір. Екі, үш. Бар ма? Жоқ па? Рахмет, қол соқ. Ай, балам-ай. Ай, балам-ай. Al mine. Elinize er. Jap. Şaybeniz. Jap. Nasıl жайлау? Abi yine aykan sırası durmadı. Sırası bayda da gitsin. Onun özünde var. Jap.
үндемейміз. Жа! Hadi biz çağıralım biz yani hadi çağıralım. Gel bak. Jam. Ben. Ben. Yega. Kız parmayı vurduğuna. Al kilise erip. Tam. Bak taptım ağzı. Dost bak. Tam. Ben. Yega. Yega. Üş. Bak. Tuğan yerim oldu. Al. Ben size arıza kayıtladım tuğan yerim. Bak. Ben. Yega. Yeni olsun tuğan yerim koy. Ha. Bak. Al. Ben. Yega. Üç. Rahmet. Kulağın olmaydı. Alemiz karnasız kaldı. Kilisi ekrana çıkanlarda. Kılamazsın. Bak dost. Var. Ben aşağıdan sorasam ben, aşağıdan sorasam onda yani çok. Da. O ne? Bunlar bence. Bak. Dost. Al kilise ekranda. Hadi. Al. Dur. Ne olsun sen? Hadi. Parmak. Ben. Yek. Üç. Parmak. Rahmet. Bir kol sokmaya. Hoşumet olsun. Kilise erip ekranda. Amaşa. Bak, al kilise ekrana. Kalk. Bak, kızılır. Al. Ben. Yeka. Üç. Al. Bir kol var, rahmet. Eline geçer. Hadi kızım. Baş şimdi. Koltuğa koşun ediyorsun. Al endi осы ата-аналардан атсалысып отырсың, келесі ойын сұрағымызды бағанағыдай жалғастырайық. Сұрақ қойылады, кім жауап береді, ортаға шығып, сыйлығын алады билеп. Келістік па? Ал бірінші сұрақ. Сұрақ мұқият болыңыз.
қыста да ақ, жазда да ақ. Бұл не? Қыста да ақ, жазда да ақ, ол не? Красный дұрыс емес. Дұрыс емес. Ау! Дұрыс емес. Қыста да, жазда да ол не? Ау! Бұл дұрыс емес. Ау! Қыста да, жазда да ол не? Жоқ, жоқ. Ау! Жақында қалдыңыздар. Сүт емес. Қыста да, жазда да. Ау! Қыста да, жазда да. Жоқ. Жақында қалдыңыздар. Тістен жоғар шығар. Аспаннан түсейік. Ау! Сүт дұрыс емес. Жоқ. Қыста да, жазда да ол не? Міне жақында қалды. Жақында қалды. Ақшасы жақында қалды. Қандай? Ау! Жоқ, жоқ. Сол бастың айналасында жүрген. Дұрыс! Қайсыға? Бұрғышыға! Қыста да, жазда да. Қосылмет кел ордаға билеп билеп. Қыста да, жазда да ол не? Қайсыға? Құтты болсын. Адам баласына құлақ не үшін қажет? Адам ол енді есту үшін. Тағы да не үшін қажет? Тыңдамау үшін. Ау! Ашқын ұстап тұру үшін. Дұрыс бір қол Ал енді ұлдар шақырайықшы деседі, ұлдар, чиста ұлдар. Енді екі-екіден 5 команда шығайықшы. А сыныбы барша. Ұлдар! 5 команда шығайықшы. Екі-екіден жүр боласыңдар, екі-екіден. 3 жоқ, 4, енді 5 жоқ. Ұлдар, келдер жігіттер. Hadi mene. 2, 3, 4. Енді бір жоқ. Жігіттер бар ма? Бір өтіп Есімің кім? Сәулет Нұрсұлтан. Жоғары қарай. Кет. Жоғары қарай тұрайық. Екеуің бір командасыңдар. Есімің Диас. Екеуің бер жағына қарай тұрыңдар. Жақында. Орта қарай тұрыңдар. Осы жерге тұрайық. Бір-бірлеріңе қарамағыз. Келесі келіңдер жігіттер. Ортаға қарай. Осы жерде тұрасыздар. Келесі. О, міне. Сіздер осы жерде қалыңыздар. Ел көретіндей болсын. Енді жігіттер, сендер білесіңдер оны. Экранға қарайсыңдар, соны қайталайсыңдар болды. Кімдікі әдемі, соға сыйлық береміз. Не болды? Дұрыс болмай отырған? Нормально. Дайынсыңдар ғой, жігіттер. Экранда көрсетіліп, соны қайталасаңдар болды. Осы ойынды ойнайықшы деген өздері. Ал, бірінші жіберейік экранға. Бірінші күнді қалай, қыздар. Ұстаймыз. О, міне әдемі. Бір қол соқ қояқ.
келесі. Не болды? Не болды? Оңай қылма. Мына қолыңа астына. Мына бірден әдейі. Кішкене көмексіңдер мына жағасын анаусы. Оңай ма, ары қарай оңай ма? Бір қол соқпай ақ қарай. Екі жеп әдемі. Рахмет сізге. Мына екі жұп әзірге алда. Ал келесі. Жылдам. Бір, екі, үш. Тұрамыз. Келесі. Қыз кім болады деп білмейді. Байға, құлап кетті. Қалай? Әдемі ме? Бір болсаңызда қойыңыз. Келесі. Енді сыйлық береміз, кімдікі әдемі шықса. Шалқаймыз. Тұрамыз, құламаймыз, ұстап тұрамыз осылай. Көрейік, кім мақты екен. Кім мақты, соған сыйлық береміз. Қалайым, бірші қалайым. Не болды? Болмай жатыр ма? Екі үші қалайым, не болды? Ау. Қолдарымыз көрейді. Қалай, нормально? Байқа. Құлап кетіп жүрген. Үшінші қалай? Стоп, тұрамыз. Көрейді, кім бақтырады. Қалай болады? Ел шықты ма? Қолдаға, үшінші қалай? Сен қалай болып сенен бері? Бір қолдаға қалай? Болды. Екі шықты байқаңыздаршы. Нормально ма? Келесі. Оңай ма? Просто тұрады қаштарыстан. Тартамыз. Міне, енді дұрыс болдан шығып. Не болды, болмай жатыр ма? Шама болмай жатыр ма? Тартамыз. Салмақ демей жатыр ғой. Аяқтарын тігіңдер кішке бір-бірден. Арқара, ол шалқы. Жатамыз. Алға қарай, алға ол күшті. Мұнан үшін қырқызағымен дейін. Қосып ақ, жігіттерге міне әзір бар. Келесі. Мынау енді оңай. Не болды екеуі? Жатамай етсіңдер ме? Қапырсын. Ұстап тұрамыз. Ұстаймыз. Қалай, ау? Не болды? Не болады? Сен үйге қараңдарма қалай болғанын? Қараңдарма қалай жұрттар екен? Дұрыс тұрсыңдар ма? Бір болса, қошемей қараңдар. Екі жұпқа рахмет сендерге.
Жаңа қайда аласың? Қайсы міне? Қалай қарап тұр? Болмай қалды. Көрдің бе? Бak, істеп көріңдер жаңа екен. Түсінбей қалды өзім, не болып қалды? Бәк нормально. Мен енді дұрыс, бір қол соға қосылмайды. Ал енді ақырғы экранға бір қарайық. Кімдікі әдемі ұстап тұрамыз, қозғалмаймыз, соған сыйлық береміз. О, міне, не деген мынау. Сендердің жүректерің жаны сығылайын төмен бақытайын. Мамамның жүрегі әлем екен. Не болды сендер? Бір сәлем адама бір жаққа қарай кетіп адама. Ал, нормально жүректерің. Бірінші түрі қалай, көріне ме? Екінші шыққа қосымет бола ма? Üçüncü şıkma koşumu. Kırıklı koşumu. Bizge. Ağaçlar rahmet çıktı. Gitmeyiniz bu arada. Gitmeyinizler. Bir енді әдемі тез шықты ғой. Енді әдемі билеп жайғасам келісіп пе? Ата-аналарды қыздарды ортаға, сіздер ата-аналар шақырыңыздар, сіздер қыздарды биге шақырыңыз. Ортада бір жақсылап билеп келісіп пе? Менде тамақты алып отырыңыздар, ортаға би сіздер. Сендер қыздар шақырыңдар. Дарите женщинам цветы, подари без причины. Ведь много не надо. Ортаға биге сізге. Дарите женщинам цветы, без подари без причины. Ведь много не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и наташки. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь много не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь много не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы. Я подарю тюльпаны, милые алмазы. Я подарю тебе пионы, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины, без повода и без причины. Дарите женщинам цветы, без повода и без причины. Ведь много не надо, чтобы быть счастливой. Черно-бело-синие, алые любимые, девушки красивые, вы такие милые. Черно-бело-синие, алые любимые, девушки красивые, вы такие милые. Глаза,
белосиние, алые любимые, девушки красивые, вы такие милые. Черно-бело-синие, алые любимые, девушки красивые, вы такие милые. И глаза зеленые, карие влюбленные, девушки красивые, вы такие милые. И глаза зеленые, карие влюбленные, девушки красивые, вы такие милые. Gelingizler. Hazır ortada жақсылап екінші айтам дегендеріңіз болса айтып қалыңыздар. Ертең мен тілек айтпадым деп
қалмаңыздар. Ата-аналарға бір қол соғайықшы, түлектер. Рахмет. Ал енді әдемі тілек өздеріңізде болсын. Құрметті ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер, бүгінгі қуанышты күндерің құтты болсын. Өмірлерінің әрбір күні, болашақтағы мынау өмірлерінің әрбір күні айдай ашық, күндей нұрлы, табиғаттай сұлу, даладай дархан кең болсын. Арман атты асудан, білім атты белестен сүрінбей өтіп, өмірдің өрінде, табыстың төрінде жүріңдер. Ата-аналар, мына балаларымыздың қызық қуанышын осылай бәріміз бірге, қай күнде болса да, осылай төрт көзіміз түгел, бірге қызықтауға, бірге жүруге Алла нәсіп етсін. Бүгінгі осындай қуанышты күнде мына отырған түлектердің жолдары ақ, маңдайлары толған бақ болсын. Қалаған мамандық есіне түсіп, әрқашан осылай сіздерді қуантып жүре берсін. 11-ші Б сынып ата-аналарыма да үлкен алғысымды айтқым келіп тұр. Осы мына балаларды мектеп бітіреді дегеннен бастап, осы міне бәрін қолдап, қашанда осы не айтсақ та осы иә деп үнемі қолдауларын беріп жатқан ата-аналар сіздерге де мың алғыс. Осы бала-шағаның рахатын көріңіздер. Мына Валихан Бөкейхан мектебінің ұстаздарына мың алғыс. Осылардың еркелігін, осылардың қателігін, осылардың барлық қандай біздің кемшілігін көтерген мына біздің әлпеш мұғалімге мың алғыс. Қашанда осы бір жақсысын асырып, жаман жасырды біздің балалардың. Оны біз бүкіл отырған ата-ана білеміз. Сіз де бала-шағаңыздың рахатын көріңіз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Әрқашан осы мынау бүкіл шәкірттеріңіз сізді құрметтеп, қашанда сізді бірге алып жүрсін. Ешқашан сізді ұмытпасын берген біліміңізді. Сол балалар сендерге ақ жол, ата-аналарың аман болсын, ата-аналардың жаңағы үмітін ақтаңдар. Қай кезде болса да, әлгі мен өз қолым айтамын ғой, қараспан жауып тұрса да сабыр сақта деп, сабырлы, ақылды болыңдар. Сонда барлық мақсатқа, мұратқа жетесіңдер. Кеш жарық құрметті ата-аналар, ұстаздар, жас түлектер, бүгінгі кеш барлықтарыңызға құтты болсын. Басты себеп бүгінгі жиналған осы біздің бүлдіршіндеріміз, балапандарымыз ақ жол сіздерге. Қалаған мамандық иесі болыңыздар. Барлық тілектерге мен де қосыламын. Алла назарында, өмірдің базарында болыңыздар. Ұстаздарға мың алғыс, ата-аналарға да алғысым шексіз. Тек қана жақсылық тілеймін, ең басты байлық, денсаулық, дендеріміз сау болсын, аспанымыз ашық болсын. Барлық айтылған ақ тілектерге мен де қосыламын. Ақ тілек, жас түлектер сіздерге ақ жол. Құтты болсын бүгінгі кеш. Тағы бір енді айтарым бар, мына жерде айтады ғой, мұғалімімізге алғысымыз бар біздің ата-аналардың. Оны енді бұл жерде бір нерса бір алған берген емес, бұл біздің бүкіл ата-анамыздың, бүкіл класстың, сыныптың атынан мұғалімге деген көңіліміз қашанда ашық. Айтады ғой, жүзің жарқын болғанша, жүзің алтын болғанша, жүзің жарқын болсын дейді. Мұғалім ұстазымызға өзіміздің ата-аналарымыздан алтын жүзігіміз бар. Соны тапсырып Ұстазымызды ортаға шақырайықшы, бір қол соғайықшы, қошемет бола ма? Кел! Қошемет қайда, түлектер! мұғаліміміз алмайым деп осы міне осы алмаймын ондай деген болмайды деп айттым ғой. Бұл көңіл, бұл алған бергенде емес. Айтады ғой қазақ, көңіл үшін біз мұғалімге алғыс ретінде беріп тұрмыз. Қашанда осы балаларды ұмытпаңыз. Осы жүзікке қарағанда, осы мынау қаралымалар өзіңіздің аузына өткен балалар есіңізге түссін. Қайда жүр екен, не істеп жүр екен деген сияқты қарап отырасыз. Сізге ол бір мәселе берген емес,
тағы да айтамын, сыйластық ретінде осы ата-аналар бүкіл шын ықылас ниетімен берді. Бүкіл сыныптың қанша ата-ана бар, сонша ата-ана бүкіл ықылас ниетімен тақты. Ешқандай қарсылық болған жоқ. Мұғалімге деген сый-құрмет бізде өте жоғары. Мұғалім деген негізі мамандық емес, мұғалім деген қасиет екен. Бұл деген бір ойлайды ғой, мұғалім деген бір мамандық деп. Жоқ, мұғалім болу ешкімнің қолынан келе бермейді. Әлгі білдірмейтінді білдіретін, жаңағы жан баранды жандыратын да мұғалім ғой. Қандай бала кезде де алдына. Сондықтан да мұғалімге деген құрметіміз бұл. Мұғалім ашуланып мен шықты, басым бейді маған жаман көріп Мұғалім иә, сондай мұғалімсіз деген мұғалім бүкіл шәкіртке бұйырсын. Бұдан бір жұптан келіңіздер, бір сыйлық берейік. Ортада асығы бұғайды. Келіңдер, жігіттер. Бір кластан екеу. Адам бар ма? Мына отыр ғой, мынандай болып шықпайды да, қоймайды да. Сіздер екеуіңіз қайсысы? Екеуіңіз сіз, сіз мына жақта тұрыңыз. Сыныбы қошемет бар ма? Ар жаққа қарай билеп барасыздар, қайсы әдемі, соған әдемі сыйлық. Түлектер, бір қозуға әлқа мектеп бар ма? Енді бе қарай келіп береміз. Бе қарай келіп береміз. Жібе! Рахмет. Қыздан қаласы ұстатайықшы. Бір қол соғайықшы. Қыздарға бір қол соғайықшы. Енді, рахмет. Осындай қарқынмен баршаларыңызды биге шақырамыз антырактыға. Биге шақырайық, ата-аналар. Ал кеттік.